Ауыл партиясы депутаттарының өңірлерге жаз мезгілінде барған сапарларының нәтижесінде халықты толғандырып отырған 175 проблемалық сұрақтардың тізімі жасалып, үкімет пен жергілікті әкімдіктерге жолданды. Өткен жылмен салыстырғанда көтерілген сұрақтар саны 3 еседен астам артқан байқап отырмыз. Бұл дегеніміз халықтың мемлекет назарын өзекті мәселелерге аударып, оң шешілуіне сенім артатын көрсетеді. Сұрақтардың басым бөлігі агроөнеркәсіптік кешен саласына қатысты мәселелерді қозғайды. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығы саласындағы субсидиялау, өнімдерді қайта өңдеу, салық салу, несиенің қолжетімділігі, сервистік дайындау орталықтары мен кооперативтердің жұмысын ұйымдастыру және тағы да басқа мәселелер. Осылардың барлығы фермерлердің күнделікті жұмысында туындап отырған қиындықтар мен кедергілер екені сөзсіз. Келесі, ауылдық жерлерде кадрлармен қамтамасыз ету мәселелері. Бүгінгі таңда ауылдық жерлерде дәрігерлердің, сондай-ақ ауыл шаруашылығы мамандардың тапшылығы жүйелі проблемаға айналып отырған баршаңызға аян. Медицина қызметкерлері пациенттермен жұмыс істеуге аз ғана уақыт қалатынына шағымдануда. Себебі цифрлық жүйелердің өзара интеграциялану деңгейі төмен болғандықтан деректерді әртүрлі платформаларға бірнеше рет енгізуге мәжбүр болып отқандарын айтып келеді. Үкімет басшылығының назарын тағы мына мәселелерге аударғымыз келеді. Жіберілген сауалдарға министрліктердің формалды түрде жауап беру фактілері әлі де сақталып отыр. Шаблонды жауаптар, мәселенің мәні бойынша нақты жауаптың берілмеуі, тіпті әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің нормаларын елемеу жағдайлары жиі кездеседі. Бұған мүлдем жол беруге болмайды деп санаймыз. Мәселен, қаржы, қорғаныс, ұлттық экономика, ауыл шаруашылығы, су ресурстары және ирригация, экология және табиғи ресурстар министрліктері халық атынан қойылған мәселелердің өз құзыретіне кірмейтінін сылтауратып, тұрғындардың көптеген сұрақтарына мүлдем жауап берген жоқ. Ал әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің 65-ші бабына сәйкес мұндай жағдайлар болып қалғанда да, олар 3 жұмыс күні ішінде сауалды әрі қарай уәкілетті органға жолдауға міндетті. Алайда аталған министрліктер өз міндеттерін орындамады. Нәтижесінде депутаттар арқылы сұрақ қойған азаматтар ешқандай жауап ала алмады. Мұндай практика халықтың билік өкілдеріне деген сенімсіздігін туғызады. Мысалы, вакцинация, ақпараттық жүйесінің интеграциялаудағы қиындықтар мәселесі. Жоғарыда атап өткендей, медицина қызметкерлері бірдей деректерді жүйеге қайталап енгізуге мәжбүр. Осы мәселенің өзектілігіне қарамастан, жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінен де, денсаулық сақтау министрлігінен де нақты жауап келген жоқ. Тағы бір мысал, Атырау облысының тұрғындары Исатай ауданы Аққыста ауылындағы авариялық тұрғын үй кешені жөніндегі мәселе көтерген еді. Алайда индустрия және құрылыс министрлігі қандай да бір шешім қабылдайтын туралы нақты жауап берген жоқ. Ал адамдар өмірлеріне қауіпті жағдайда әлі де тұрып жатыр. Сонда индустрия және құрылыс министрі оқыс немесе төтенше жағдайдың болғанын күтіп отырма деген сұрақ туындайды. Әрине, ауыл тұрғындарының басым көпшілік мәселелері ауыл шаруашылығына қатысты болып тұр. Субсидиялар бойынша берешекті өтеу проблемасы жөнінде күн сайын айтып жүргеніміз десек те болады. Үкіметтің ауыл еңбеккерлеріне құрғақ уәде беруден орнына адал есеп беретін кезі келді деп білеміз. Кездесулер барысында ауыл тұрғындары тауарлық кредитке үлкен қызығушылық танытты. Ауыл партиясы фракциясы тауарлық кредиттер беру бағдарламасын әзірлеуді жеделдету мәселесіне осыдан бірнеше уақыт бұрын үкіметтің назарын аударған болатын. Ауыл шаруашылығы министрлігінің жауабына сәйкес, ауылдық елде, мекендерде және шағын қалаларда тауарлық кредиттер беру тетігін іске асыру жөнінде жол картасы бекітілген. Алайда ауқымды жоспарларға қарамастан нақты ахуал мүлдем әртүрлі. Мәселені зерделеу кезінде жергілікті атқарушы органдар бұл бағдарламаға қатысу деңгейі төмендігін, ақпараттық жұмыстың нашарлығын көрсетіп отыр. Халықтың жиі айтатын өтініштердің бірі тері мен жүн дайындау және оны өңдеу мәселесі. Үкімет қабылдаған шараларға қарамастан бұл бағыттағы жұмыстар да өте төмен деңгейде қалып отыр.
На следующий вопрос, часто поднимаемый фермерами практически во всех регионах, внимание обратил глава государства на втором форуме работников сельского хозяйства. Дословно. В последнее время мне поступает немало обращений от сельхозпроизводителей о нехватке рабочих рук. Особенно остро проблема проявляется в период посевной и уборочной кампании, при расширении производства и строительстве новых объектов. Кадровый дефицит частично восполняется за счет трудовых мигрантов из соседних стран. И аграрии просят увеличить квоты. Возможно, нужно пойти навстречу хотя бы частично. Это решение вопроса о привлечении к сезонным сельскохозяйственным работам иностранной рабочей силы с учетом интересов фермеров. Мы тоже направляли этот вопрос в правительство по возвращению из регионов. Из Министерства труда прислали довольно дежурный ответ. Теперь с интересом будем ждать позицию уполномоченного органа после внимания к этому вопросу главы государства. Құрметті әріптестер, ауыл партиясы мемлекеттік органдардың халық алдындағы ашықтығы мен жауапкершілігін, олардың мазмұнды әрі сапалы жауаптар беруін талап етуді үнемі бақылауда ұстайды. Ауылды дамыту, ауыл шаруашылығымен қатар азық-түлік қауіпсіздігі, әлеуметтік әділдік және тұтас елдің тұрақтылық мәселесі. Назарларыңызға рахмет.